Сәлем құрметті достар, сіздермен әсем нұр. Бүгін сіздермен пунктуация дегеніміз не, нүкте қай жерде қойылады деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліңіз, бағалаңыз. Пунктуация дегеніміз не? Пунктуация жазуда қолданылатын тыныс белгілерінің құрамын, атқаратын қызметтері мен қолданылу ережелерін зерттейтін ғылым. Нүкте қай жерде қойылады? Нүкте жазуда пайдаланылатын тыныс белгілерінің бірі. Нүкте белгілі бір ойдың аяқталуына байланысты қойылады. Нүкте мынадай жағдайларда қойылады. Бірінші, хабарлы сөйлемдерден кейін қойылады. Мысалы, қуанышты жасыруға болмайды. Екінші, бас әріппен жазылған қысқарған кісі, газет, журнал аттарынан кейін. Әуезов қазақ халқының данышпан жазушысы Ғабит Мүсірепов. Үшінші, драмалық шығармаларда әрбір кейіпкердің есімінен кейін нүкте қойылады. Мысалы, Жомарт жақаң кем өлшеп қанағат қылады. Төртінші, таңбаланған реттік нөмерлерден соң нүкте қойылады. Мысалы, грамматика екі саладан тұрады. Бірінші морфология, екінші синтаксис. Бесінші, тағысын тағы, тағы сондайлар, тағы басқа сөздерін қысқартқанда нүкте қойылады. Алтыншы, атаулы сөйлемдерден кейін нүкте қойылады. Мысалы, түн, жарқыраған жұлдыз бен тыныштыққа бөлеген дала адамдарды еріксіз баурап алғандай. Сіздермен болған әсем нұр, каналыма тіркеліңіз, бағалаңыз.